10-шы сынып қазақ әдебиет пәні 3-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Сабақтың мақсаты шығармадағы ұлттық құндылықтардың әлемдік тақырыптармен үндестігін ашу. Бағалау критерийі ұлттық құндылықтардың әлемдік тақырыптармен үндестігін ашады. Абай Құнанбаев, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмар кетсін айналасы. Бөтен сөзбен қылғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы күмәнадан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят, хадис сөздің басы, қосарлы бәйітсімал келтарасы. Қисынмен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оннан аласы. Мешіттің құлыпта отырған ғұламасы, мінәжат уәлиятың зарналасы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақпарат аласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жазсын, қазақтың келісті қаймаласы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Абайдың 1887 жылы жазған өлеңі. Көлемі әрқайсысы 5 тармақты 15 жолдан тұрады. Ол қазақ оқушысына ертеден даңқты көркем әдебиетте Абай тудырған биік тұрғы есебіндегі өлең. Оған шейін ақындықтың әлеуметтік тірлігіндегі өзгеше қасиеттерін Абайдың өзі де жырлаған жоқты. Ақын мен ақындықтың мұрат мақсаты туралы қазақ әдебиетінде Абайдан бұрын өзге де жырлаушы, сазушы болмаған. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Өткен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Өлең сөздің патшасы. 19 ғасырдағы орыс әдебиетін, оның халықтың негізін терең зерттеу, Абайды ақын мен ақындықтың мұрат мақсаты жайлы көз қарасқа алып келді. Ең алдымен Абай сөз өнерін үлкен қоғамдық күш әлеуметтік тартыстың құралы деп таныды. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы атты өлең бұл тұрғыдан ақын бағдарламасын тәрізді. Онда Абай өлеңге қойылатын көркемдіктің жаңа шарттарын белгілейді. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсі айналасы. Бұл жақсы өлеңді даналықтың айғағы деп ұғу. Мұның ар жағында өлеңнің түрі мен мазмұнның бірлігін талап ету, оны өткен сөзбен болғамау талаптары қойылады. Көркем сөздің асылы поэзиясы деп жоғары бағалай отырып, бір кез Абай қазақ ортасында оның қадірін кетіріп жүрген ақындардың сын айтуға шақырды.
Бұрынғы ескі биді тұрсандарлар ақылдап айтады екен сөз қосарлар. Ақындады ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қиып, еңгітті жақтан қырнап, қобызбен домбыра алып топта санап, мақтау өлең айтыпты әркімге арнап, кетірген сөз қадірін жұртты шарлап. Бірінші тапсырма. Біріңді қазақ, біріңді дос, көрмесең істің бір дос. Сөзінің мағынасын әлемдік және ұлттық құндылықтармен салыстыра отырып, мәнін ашып талда. Әлемдік құндылық, ұлттық құндылық. Келесі екінші тапсырма. Өлеңдегі көркемдегіш құралдарды анықтап, қолданысына талдау жаса. Көркемдегіш құралдар: мысал, қолданысы, метафора, теңеу, эпитет. Келесі үшінші тапсырма. Ақынның өлеңге берген сыны мен бағасын ажыратып жаз. Ақынның сыны, ақынның бағасы, қорытынды ой. Үйге тапсырма. Қазақтың қара өлеңі тақырыбында өлең құрастырып келіңдер. Кері байланыс. Сіздер қандай пікірдесіздер? Нені біле алдыңыздар? Не қызықтырды? Сізге пайдасы бар ма? Не жаман, не жақсы болды?